Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақша таргет каналында мен Динара. Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз, сіздерге түсіндіретін тақырыбым рекламаға дайындық, жалпы реклама жіберу барысында қандай процесс болады басында, иә? Ең алдымен Facebook аккаунтымызды дайындаймыз. Одан кейінгі бізде рекламаға дайындық, страница құру, сол страницаға Инстаграм мен WhatsApp'ты жалғау, соны көрсетемін. Яғни ол страницаның қандай нелері бар, настройкалары бар, сонымен танысатын боламыз. Так, ең алдымен біз Facebook'a кіреміз, иә? Facebook'a кіреміз, содан вот Facebook аккаунтымызды мына жерде бір дайындап қойдық делік, иә? Мына жерде біздің негізінен SEO профилді басатын болсаңыздар, мына жерде өзіміздің негізгі аккаунтымыз тұрады, иә? Аккаунттың атауына мән бермейміз. Қараңыздар, мына жерде мынау өзімнің Facebook аккаунтым главный, иә, осы бізде. Енді бізде бизнес парақша құру не үшін керек? Яғни бизнес парақша дегеніміз ол Facebooktың ішіндегі сол Инстаграмды Facebook екеуін бір-біріне байланыстыратын көпір деп айтсақ болады, иә, бизнес страницаны. Біз қазақша бизнес парақша деп айтамыз. Ал негізінен Facebooktың өзінің ішінде ол страница деп тұрады. Міне флажоктың суреті тұр. Сол жақтағы менюда, иә. Немесе мына жерден тауып алуымызға болады. Мына жерде менюда бізде мысалы вот страница деп тұрады. Осыған өтеміз. Өткен кезде мына жерде менде осыған дейінгі бар ашылған бизнес парақшалардың тізімі тұрады. Бізде қараңыздар, осы бизнес парақшаны ашудың лимиті жалпы Facebook бізге рұқсат береді екінші жақты Facebook страница ашуымызға. Екінші жақты, иә. Енді біз бір страницаға бір ғана Instagram аккаунтымызды жалғай аламыз. Яғни бір Instagram аккаунтты екі бизнес парақшаға жалғай алмаймыз, тек біреуіне біреу жалғаймыз. Бір Instagram аккаунт, бір бизнес парақша, бір WhatsApp номер тоже солай болады. Тап солай. Бір WhatsApp номерді бір ғана бизнес парақшаға жалғаймыз. Екеуіне жалғай алмаймыз. Если сізде клиент келіп тұр, осыған дейін таргетологпен жұмыс жасаған болса, ол бизнес парақшаға тіркелген болуы мүмкін, ол WhatsApp номері. Оны бірінші ажыратып аламыз, и одан кейін келесі бір бизнес парақшаға жалғайтын боламыз, иә. Енді қараңыздар. Тағы бір айта кететін нәрсе осы кезде. WhatsApp'ты жалғаған кезде міндетті түрде бізде бизнес WhatsApp болу керек. Обычно WhatsApp'тарды қабылдамайды уже. Так, мына жерде создайте исключение, бірінші. Атауын береміз. Мысалы, не деп алуға болады? Психология дейік, иә? Психология дейтін болсақ, категория бізде үшеу таңдауға болады. Мысалы, категорияға не таңдаймыз бізде? Так, психология деп таңдай қояйық. Психология тұр міне. Тағы блог десек болады, иә? Блогтың өзін алуымызға болады негізінен. Так, тағы не алуға болады екен? Здоровье деп алуымызға болады, иә, тоже. Давайте мен біреуін ғана таңдайын. Осы келеді. Мына жерде бізде биография жазуымыз маңызды емес. Создай страницу дейміз. Мына жерде сайттарыңыз бар болса жазыңыздар, жоқ болса қажет емес. Телефон номер тоже жазып қажет емес. Почталарыңыз жазып қойсаңыздар болады. Адрестеріңіз жазып қажет емес. Негізінен мүмкіндігінше толтырғандарыңыз дұрыс, иә? Всегда открыто десеңіздер болады негізі, иә? Осындай нәрселерді кішкене қойыңыздар. Мына страницаның состояниесі негізі
жақсы болып тұрғаны дұрыс. Менде бар фотоны қоя саламын, сіздер Google'дан алып, немесе былай фотоларды қойсаңыздар болады. Мүмкіндігінше толтырыңыздар, себебі алдағы уақытта реклама жіберген кезде репутациясы жақсы болуы керек. Бизнес парақшаның, иә? Негізі сәйкес келмейді бір-біріне қарасаңыздар. Психология, мына жерде косметика деген сияқты. Просто өзіне сай келетін суретті қойыңыздар. Мен просто сіздерге нені көрсетіп тұрмын, иә? Мысал ретінде. Мына жерде WhatsApp номер. WhatsApp номер болған кезде міндетті түрде осы жерге бизнес WhatsApp-ты клиенттің номерін жалғайсыздар. Өздеріңіздікі емес. Пока что жоқ болса пропустите ете беріңіздер. Пригласить друзей негізі қажет емес. Бір-екі дос қосып қойсаңыздар жаман емес негізінен. Сонымен готовы. Мынау бизнес парақшамыз осымен құрылды. Қазір кішкене күте тұрайық. Қазір сіздерге Инстаграмды жалғауды және WhatsAppты жалғауды көрсетемін. Мына жерде көрдіңіздер ме? Профиль ауысты. Мысалы, жаңа менде қазір көрсетейін. Менде мысалы қараңыздар. Не сейчас дейік. Мына жерде қарасаңыздар, мына профиль тұрды, иә? Мынау болды. Қазір мен осыған ауыстыратын болсам, өзімнің Facebook аккаунтыма өтіп кетеді. Қазір мынаған ауыстым. Сіздер қайсы бизнес парақшамен жұмыс істейсіздер, осыған бірінші ауысып алуларыңыз керек болады. Енді қараңыздар, мынау бизнес парақшамызда тұрмыз құрылған. Енді оның состояниесін мына жерден қарап отырасыздар. Вот мына жерден, иә? Оны жақсартуға тырысасыздар. Бір-екі фото салып, пост салып деген сияқты мына жерде бір-екі информацияны толтырып қоясыздар. Сол кезде несі репутациясы жақсарады, статистикасы. Енді қараңыздар, мына жерде настройкасы бар. Бұл бизнес парақшаның настройкасы, иә. Атауын мына жерден өзгертулеріңізге болады. Редактировать ете аласыздар да. Мысалы, сіздерде бір мынау бизнес парақшаның атауын мысалы неде өзгертуге болады? Психолог клиент келді и ажыратып тастаңыздар, ары қарай керек емес болып қалса, сіздер косметолог келсе, косметолог деген сияқты өзгертіп қоюларыңызға болады. Проверить изменения. Сонымен мына жерде кодтарыңызды жазасыздар, жаңағы Facebook аккаунтының. Сонымен өзгереді. Так, связанные аккаунты деп тұр мына жерде, иә? Осыны басқан кезде уже Инстаграм мен WhatsApp шығады. Инстаграм жалғау үшін мынаны басасыздар и подключить етесіздер. Подтвердить. Ана галочка міндетті түрде басылып тұру керек. Мынаны қараңыздар. Мына галочка бар ғой. Өтпейді. Подключить аккаунт. Мына галочка міндетті түрде басылып тұру керек. Сонымен қараңыздар. Так. Мына жерде логин пароль жазасыздар да, сонымен логин деп кіресіздер. Аха, мына жерде көрсетіп тұр. Мына страницаға уже жалғанып тұр. Сіз мынау страницаға жалғанып тұр. Бір Инстаграм только бір бизнес парақшаға жалғанады деп тұр. Далее басатын болсам, уже оны ажыратып, мынаған жалғау керек болады. Маған қазір ол қажет емес. Ал сіздерге оны көрсету үшін, иә? Мысалы, номер жалғау үшін бизнес WhatsApp болу керек дедім біріншіден, екіншіден номерді осылай жазасыздар. Сонымен кіреді. И 1 минуттың көлемінде код барады, соны 1 минуттың көлемінде енгізулеріңіз керек болады. Все болды, ештеңе жоқ. И мына жерде галочка болады тоже, сосын көрсетеді. Соны жалғап қоясыздар. Все болды бұл жерде. Жалпы настройкасына барған кезде өздеріңізге админдік рөл беру деген сияқты жұмыстарды қарайсыздар. Өздеріңізге міндетті түрде почталарыңызды енгізіп, админдік беріп қоюларыңыз керек болады. Мысалы, мына жерге өздеріңіздің жаңағы атауын беріп қойсаңыздар болады. Осы бизнес парақшаның, иә, атауын английский жазамыз.
Не екен? Қажет емес. В общем, ваши действия, мына жерде управление вашей страницы деп тұр. Так. Мына жерде контактный информация бар. Более нелер болатын болса, настройка қажет болатын болса, мына жерден қарауларыңызға болады. Жаңағы управление деген бар ғой, соны басасыздар да. Связаны аккаунты вот бұл жерде де бар. Мына жерде планировщик бар. SMM мамандарына қажет. Қараңыздар. Планировщикті басқан кезде, мысалы, сіз контент дайындайсыз да. 19-на, 20-сына, 21-не не шығарылуы керек? Барлығын запланировать етесіздер. Публикация ма, сторис па, рилс па, реклама ма, барлығын дайындайсыздар. Осы жерде мысалы, томикке ма, оны запланировать етесіздер. Не запланировать етіп жатсыздар? Публикация ма? Публикацияны осы уақытта осындай шығару керек деген сияқты Инстаграм екеуін жалғап қойсаңыздар, Инстаграм екеуіне бірдей шыға беретін болады. Вот солай достар. Енді тағы не? Инстаграм мен WhatsApp'ты жалғау. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк, комментарий басып, қолдап кетіңіздер. Рахмет. Алдағы уақытта қандай тақырыптар сіздерге қызық, соны жаза кетіңіздер комментарийге. Мен сіздерге міндетті түрде видео шығаратын боламын.